Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер. Бүгін осындай сусын дайындаймыз. Өте керемет, өте күшті шығады. Ол үшін бізге лимон, бір лимон, 2 апельсин қажет болады. Дәмі деген керемет, балалар сүйсініп жейді. Және де күздің кезінде, қыстың кезінде С дәруменіне өте бай. Осы лимон мен апельсин тұмауға ауырған кезде, ауырмау үшін алдын алу кезде өте күшті көмектеседі. Сол үшін осыны жасап ішулеріңізге болады. Көбінесе біз балаға береміз. Осыны өткені балдар лимон жемейді. Сондықтан осындай соқ қылып, апельсинге қосып, күшті лимон сусын қылып шығаруға болады. Осылай турап алып, измельчительге салып аламыз. Осылаймен. Негізі балалар ауыра бастаған кезде осы сусынды беріп, нетсеңіз өте күшті көмектеседі. Қайта ішіп, балалар деген өте күшті болады. Өзіңіз тек қана балаңыз емес, үлкен адам ауырса да болады. Өте күшті көмектеседі. Осылай турап алып, блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Мәже аз-аздан салдым, тезірек ұсақталсын деп. Негізі бұны тек қана сусын ретінде емес, бұны негізі варенье ретінде де болады. Жасауға осылай істеп, содан кейін қайнаған су қоямыз ғой, сол қайнаған су қойған орнына шекер салып, солай қоюларыңыз болады, күшті варенье шығады. Бірақ балдар вареньені жемейді да, сол үшін мен осылай сок ішкен жақсы көремін, жақсы күшті болады. Және де ауырған кезде суды көп ішу керек дейді ғой, суды, компотты, осы қолдан жасалған осыны беруіңізге болады. Бала жай суды да ішкісі келмейді ғой, ауырған кезде осылай сусын істеп берсеңіз өте күшті. Шекер салып аламыз. Мен 200 грамдай салдым шекерді. Кішкене тәттірек болсын десеңіз, 250 грамм салуларыңызға болады. Өзіңіздің дәміне қарай салуыңызға болады. Не осылай шықты міне? Өте ұсақ болып. Енді ыстық қайнаған суды қоямыз. Мен 1,5 литр қойдым. Сіз 2 литр немесе 3 литр құюыңызға болады. Өте күшті, керемет шығады. Ситадан сүзіп, мынандай нелерді балалар ұнатпайды, осындай ішіндегі несі дәнегі бар, ішінде сосын жаңағы сырты бар, соны балалар көп ұната қоймайды. Сондықтан мен осылай сүзіп алам. Бірақ өзіңіз жейм десеңіз, жеуіңізге болады. Осылай сүзілген есін, ол да дәрумен, С дәруменге өте бай, күшті, иммунитетіңізді көтеріп аласыз. Ешқандай дәрісіз, батсыз. Не осындай сусын керемет, сусын шығады. Үй жағдайында жасалған. Қарап шыққандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, сау болыңыздар.